Елде 250 мыңнан астам ескі көлік утилизациядан өтті. Бұл қоршаған ортамен қатар жолаушылар мен жүргізушілердің қауіпсіздігіне де оң ықпал етеді дейді жауаптылар. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш артады. Қазір утилизацияның екінші кезеңінің бағдарламасы әзірленіп жатыр. Онда қайта өңделетін өнім көлемін арттырып, көлік басына берілетін соманы көбейту көзделген. Мұндай мөлшерді өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мамандары жыл сайын нарықтағы орташа бағаға қарап белгілейді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі бекітілген қағидат бойынша 2026 жылға жеңілдік сертификаты берілетін автокөліктердің ставкасы десек, көлемі бұл жеңіл автокөлікті 315 мың теңге, жолаушылар көлігі 550 мың теңге, ірі жолаушылар көлігі 750 мың теңге, жүк көліктері 550 мың теңге, ауыр жүк көліктері 750 мың теңгеден барады. Тракторлар 1 миллионнан 1,5 миллионға дейін, комбайндар 2 миллионнан 2 миллион жарымға дейін.